Бүгін қазақ елі археолог ғалым Виктор Зайбертті ақтық сапарға шығарып салды. Елордада өткен қаралы жиынға марқұмның туған туыстары, әріптестері, билік өкілдері қатысып естеліктер айтты. Ботай мәдениетін ашқан әйгілі ғалым 75 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Виктор Зайберт жылқының қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілгенін дәлелдеп, әлемге әйгілеген. Солтүстік Қазақстанның ежелгі тарихы мен археологиясы бойынша 100-ден аса монография мен ғылыми мақала жазған. Ғалым өмірінің 40 жылдан астам уақытын еліміздің және бүкіл Еуразия құрлығының ежелгі тарихын зерттеуге арнады. Белгілі археолог, танымал тұлға Виктор Федорович Зайбертпен қоштасып отырмыз. Ол кісінің артында өте үлкен мектеп қалды. Енді археология институты ретінде ол кісінің бүкіл Қазақстандағы зерттеулерін, әсіресе мына далалық өркениетті деп өзінің қалдырған үлкен зерттеулерін жалғастыратын боламыз. Жоспарымызда солтүстік Қазақстанда осы институттың филиалын ашу бар. Сол арқылы ол кісінің ісін ары қарай жалғастырмақ ойымыз бар.